Бәріне сәлем достар. Бүгін біздер каратеге бардық. Біздер мұнда қалай ұруды, қалай защита жасауды, даже блокты үйрендік. Мұнда біздер аяғымызды көтеріп ұрып жаттық. Мұнда бізге аға беріп отыр. Біз қазір мұнда аяру алда тұрып, мен артта тұрамын. Қазір біздер оң аяқпен ұрамыз, содан кейін сол аяқпен ұрамыз. Біздер мұнда аяру екеуміз қазір аяғымызбен ұрып үйреніп жатырық. Мұнда оң аяқпен ұрып жатырық. Бірінші ұрасында табанды қоясында, содан кейін жерге қоясың. Солай айналып, бір жерге артқа қойып, бір жерге қолыңды қойып жүру керексің. Біздер әлі жаттығу жасап жатыр. Мұнда бізге үлкен балалар, үлкен қыздар үйретіп жатыр. Мұнда біздер блок жасап жатыр. Бірінші қолымызды крес қылтамызда, содан кейін басымызды қорғаймыз. Оң қолыңды бірінші алға қоясың, содан кейін астына қоясың. Солай жасай береміз. Біздер солай жылдам жасауымыз керек. Біздер солай жылдам жасамасақ, бізге противниктер ұрып бастай береді. Мысалы, біздер қолымызды басымызға қойсақ, қисық тұрса, оң жақта тұрса, ол басқа жақта. Біздің басымызға ұрады. Ал басымызды қорғап, тағы да ішімізді қорғап тұрсақ, ол бізге противник бізге басымызға ұрса, қолымыздан сырғанап кетіп қалады. Ал ішімізді қорғанғанымызда кезде бізде бірінші кеудемізге қолымызды қойып, басымызды қорғап, содан кейін астындағы кеудедегі бір қолыңды ол противниктің ішіне бір ұрасың. Ал енді просмотрды көрейік. Мұнда аяру дөңгелек жасап, потом күлкілі жатып қалды. Мұнда аяру қаттан колесо жасайын деп жатыр. Міне. Колесо жасауға келсе, қорқып жасамай қалады.